Саламатсыздар оқушылар. Бүгін біз тригонометриялық өрнектерді түрлендіру, тригонометриялық тепе-теңдіктер и тригонометриялық функция таңбаларды, ширектегі таңбалары осыларды қарастырайық. Так, міне x, y, y координаталы жазықтығын сызайық. Центрі 0-0, радиусы 1-ге тең шеңбер салайық. Жалпы синус, косинусты мәндер жиыны -1 мен 1-дің аралығында. Енді қарайық. Бірінші ширектен біз мына альфа бұрышты алайық. Мына альфа бұрышты алдық. Мынандай О, В, С деген тік бұрышты, үш бұрышты қарастырып жатырмыз. Мына альфа бұрышының синусын табайық. Альфа бұрышының синусы. Біз білеміз, синус қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Яғни радиус 1-ге тең болғандықтан гипотенуза 1-ге тең. Катет бізде ордината осіне сәйкес келеді. Демек, синус альфа дегеніміз ординатаның радиусқа қатынасы деген зат. Радиус 1-ге тең болғандықтан y-тен синус альфа деген шығады. Ал осы бұрыштың косинусын қарастыратын болсақ, альфа бұрышының косинусын қарастырып, ол бізде абсциссаның радиусқа қатынасы. Абсциссаның радиусқа қатынасы. Бұндан шығады x-тен болады косинус альфа деген. Демек, міне тік бұрышты үш бұрыш қарастырып жатырмыз. Міне бізде y синус альфаға тең болды, x косинус альфаға тең болды. Енді тригонометриялық тепе-теңдіктерді қарастырайық енді. Міне тік бұрышты үш бұрыш. Екі катет бізде синус альфа мен косинус альфаны берді. Біз Пифагор теоремасын білеміз. Яғни катеттердің квадраттарының қосындысы, яғни О-сының квадраты мен В-сының квадраты, ол бізде гипотенузаның квадратын береді. О-ның квадратын. О-сы деп отырғанымыз бізде косинус альфа. Сонда косинус квадрат альфа қосамыз. В-сы деп отырғанымыз синус альфа. Значит, синус квадрат альфа. Тең О-вы деп отырғанымыз 1. 1-дің квадраты 1-ге тең. Сонда бізде міне синус квадрат альфа қосылған косинус квадрат альфа тең 1-ге деген бірінші тригонометриялық тепе-теңдікті алдық. Так, біз тангенс альфаны табайық. Мына бұрышты альфа деп алатын болсақ, онда бізде тангенс альфа дегеніміз, ол бізде міне қарсы жатқан катеттің, міне қарсы жатқан катет синусты, іргелес жатқан катетке қатынасы, косинус альфаға қатынасы. Бұл бізде міне екінші формуланы аламыз. Дәл солай котангенс альфа. Міне берілген бұрыштың котангенсі. Іргелес жатқан катеттің, косинус альфаның, қарсы жатқан катетке қатынасы, синус альфаға қатынасы. Үшінші формуланы аламыз. Екінші және үшінші формуланы көбейтейік. Мысалы, тангенс альфаны котангенс альфаға көбейтейік. Тангенс альфаны көбейтейік котангенс альфаға. Тангенс альфа дегеніміз синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Ал котангенс альфа дегеніміз косинус альфаның синус альфаға қатынасы. Сонда көбейткен кезде бізді міне синус альфамыз бен синус альфамыз қысқарып кетеді. Косинус альфамыз бен косинус альфамыз қысқарып кетеді. Демек, бізде қалады. Бәрі қысқарып кеткенде 1 деген сан қалады. Демек, біз мынандай формуланы алдық. Тангенс альфаны котангенс альфаға көбейтсек, ол бізде 1-ге тең болады. Так, төртінші формула. Мына бірінші формуланың екі жағында синус квадрат альфаға бөліп тастайық. Яғни бізде міне бірінші формуламыз косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа тең 1-ге деген ғой. Осының екі жағында, мысалы, синус квадрат альфаға бөліп тастайық. Яғни теңдіктің сол жағын синус квадрат альфаға бөлсек, оны оң жағында синус квадрат альфаға бөлеміз. Косинус квадрат альфа бөлеміз синус квадрат альфа. Қосамыз синус квадрат альфа бөлеміз синус квадрат альфа. Яғни әр қайсысы жеке-жеке синус квадрат альфаға бөлінеді. Косинусты синусқа бөлсек, біз котангенсті аламыз. Значит, косинус квадрат синус квадратқа бөлсек, котангенс квадрат альфаны аламыз. Демек, жазамыз. Котангенс квадрат альфа қосылған синус квадратқа бөлем 1. Тең болады 1 бөлінген синус квадрат альфа. Сонда бұл жерде біз 5-ші формуланы алдық. Дәл солай
теңдіктің екі жағын косинус квадратқа бөліп тастасақ ше. Яғни косинус квадрат альфа қосылған синус квадрат альфа тең 1 деген бірінші тригонометриялық тепе-теңдіктің екі жағында бөліп тастайық косинус квадрат альфаға. Міне осы сияқты бөлінеді. Косинус квадратқа бөлем 1, синус квадрат косинус квадратқа бөлем тангенс квадрат альфа тең 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Бұл бізде 6-шы формула болады. Так, негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктің осындай формулалары бар. Енді тригонометриялық функциялардың таңбаларын қарап кетейік. Яғни бізде 4 ширек бар, я? Бірінші ширек, екінші ширек, үшінші ширек, төртінші ширек. Осындай бізде 4 ширек бар. Бірінші ширектегі мәндер, мына 0 градустың бойы, мына пи бөлінген 2-дің бойы, пидің бойы, 3 пи бөлінген 2-дің бойы және 2 пидің бойы, я? Бірінші ширек, мені қараңыз, 0-ден пи бөлінген 2-ге дейін. 0-ден альфа пи бөлінген 2-ге дейін. Немесе 0-ден 90 градусқа дейін, я? Пи бөлінген 2-ден градуспен алғанда 90 градус. Екінші ширек пи бөлінген 2-ден пиға дейін, я? Яғни 0 градустан 180 градусқа дейін. Пи деген 180 градус. 3 пи бөлінген 2 деген 270 градус. Үшінші ширек сонда пидан 3 пи бөлінген 2-ге дейін. Төртінші ширек 3 пи бөлінген 2-ден 2 пиға дейін. Енді осы аралықтағы тригонометриялық функциялардың мәндері, таңбалары қандай? Осыны қарайық. Так, таңбаларын қарайық енді. Таңбалары деп қойық. Синус альфа, косинус альфа, тангенс альфа және котангенс альфа. Бірінші ширек, екінші ширек, үшінші ширек және төртінші ширек. Кестем тіп-тіке емес, бірақ ол маңызды емес. Маңызды таңбаларды түсінсек болды. Так, жақсы, менде осындай шықты. Бірінші ширек, синусты қарайық. Бізде міне синус альфа y-ге сәйкес келеді дедік. Синус альфа y-ге сәйкес келеді. Значит, y бірінші ширекте қандай? Y бірінші ширекте 10 сан, я? Міне координаталық жастық сызсаңыздар x, o, y деген. X, o, y. Міне 1, 2, 1, 2, минус 1, минус 2, минус 1, минус 2. Осылай орналасады ғой, я? Значит, міне y бірінші ширекте 10 сан. X та бірінші ширекте 10 сан. Бізде x-ке, міне, косинус сәйкес келеді, y-ге синус сәйкес келеді. Значит, бірінші ширекте x та y-ге 10 сан. Екінші ширек. Синус деген бізде y. Значит, y екінші ширек. Міне қараңыз, y міне екінші ширекте плюс болып тұр. Ал x екінші ширекте міне минус болып тұр. Плюс минус. Үшінші ширек. Үшінші ширекте міне y теріс сан болып тұр. Міне y теріс сан үшінші ширекте. Міне жаққа міне үшінші ширегіміз, я? Мына бойы үшінші ширек. Міне ол кезде y теріс сан болып тұр, x та теріс сан болып тұр. Демек, синус та косинус та үшінші ширекте теріс сан деген сөз. Төртінші ширек. Төртінші ширекте мына бізде төртінші ширек. Мына төртінші ширекте қарасаңызда міне x 10 сан болып тұр, y теріс сан болып тұр. Значит, міне y-ге синус сәйкес келеді. Значит, синус теріс сан, косинус 10 сан деген сөз. Міне синус пен косинустың таңбаларын міне өте оңай тауып аламыз. Синустың таңбасы дегенде y-дің таңбасын қарайсыз, косинустың таңбасы дегенде x-дің таңбасын қарайсыз. Болды. Енді тангенс пен котангенстің таңбасын анықтау керек. Тангенс пен котангенс деген, міне біз айттық, тангенс синустың косинусқа қатынасы. Значит, плюстың плюске қатынасы, плюс те береді. Плюстың минуске қатынасы, минус те береді. Минустың минуске қатынасы, плюс те береді. Минустың плюске қатынасы, минус те береді. Котангенс деген тангенспен бірдей. Немесе котангенс деген косинустың синусқа қатынасы. Плюсті плюске наоборот бөліп жатырық, былай бөліп жатырық. Плюс минусты плюске минус, минусты минуске плюс, плюсті минуске міне былай қарай бөліп жатырық, я? Плюсті минуске минус. Тангенс пен котангенстің таңбалары бірдей. Так, бізде таңба осындай.
Енді біз қазір қарастырайық. Так, міне. Мынандай есеп қарастырайық. Егер косинус альфа 13-тен 12-ге тең болса, дейді, және альфа 0 мен 90 градустың аралығында болса. Бұл міне 0-ден 90 градустың аралығы деген бізге қазір таңбасын анықтайтын кезде керек болады. Ал міне таңбасын қалай анықтайтынымызды мына жерде міне көрсетіп кеттім, таңбасын. Так, косинустың мәні белгілі, синус, тангенс, котангенстің мәндерін табайық дейді. Есепті шешудің мысалы екі вариантта шешуге болады. Бірінші вариант, мысалы, формуламен шығарайық. Бірінші әдіс деп қойын. Бірінші әдіс. Формуламен шығарайық. Негізгі тригонометриялық тепе теңдіктің бірінші формуласы бойынша біз білеміз косинус квадрат альфаға синус квадрат альфаны қоссақ, бірге тең екендігін. Осыдан бізде косинус беріліп тұр. Косинус альфа 13-тен 12 болса, значит косинус квадрат альфа деген 13-тен 12-нің квадраты деген сөз. Қосылған синус квадрат альфа тең бірге. 13-тен 12-нің квадраты 169-дан 144. Қосылған синус квадрат альфа тең бірге. Осыдан синус квадрат альфаны тапсақ, бір азайтылған 169-дан 144 қойы. Бір азайтылған. Значит, 169-дан, так, ортақ бөлімі 169-дан келеді. 169-дан 144-ті азайтамын. 25-та. Синус квадрат альфа 169-дан 25 болса, яғни мысалы мынандай есеп болса, x квадраттен 36 десе, онда x-тен плюс-минус 6 деп жазамыз ғой, себебі плюс 6-да квадраты 36-ға тең, минус 6-да квадраты 36-ға тең. Дәл сол сияқты синус квадрат альфа-тен 169-дан 25 болса, синус альфа-тен плюс-минус 169-дан 25-та. Так, тең болады, плюс-минус 169-дан 13 шығады, 25-тен 5 шығады. Сонда синус альфа плюс-минус 13-тен 5-ке тең болды. Яғни 2 мән. Плюсы 1 мән, минусы 2-ші мән деген сөз. Енді бізге керек, плюс таламыз ба, минус таламыз ба. Ол үшін мына вариантты қараймыз мына. Альфа 0 мен пи бөлінген 2-нің арасы деп тұр. 0 мен пи бөлінген 2-нің арасы деген ол бірінші ширек деген сөз, 0-ден 90 градусқа дейінгі аралық деген сөз. Біз білеміз, бірінші ширекте тригонометриялық функцияның төртеуі де 10 сан. Демек, синус альфа бізде 10 сан деген сөз. Синус альфа тең болады 13-тен 5. Міне, синус альфаны тауып алдық. Енді бізге керек тангенс пен котангенстің мәндері. Тангенсті табу үшін жаңа біз екінші формула болу керек те, қателеспесем. Қолданамыз синус альфаның косинус альфаға қатынасы. Синус альфа дегеніміз 13-тен 5-ке тең. Косинус альфа дегеніміз 13-тен 12-ке тең. 13-тен 12-ке тең. Сонда бізде мына жерде 13 пен 13-іміз қысқарып кетеді. Бізде қалады. Мына бізде 12, 12-ден 5 деген қалады. Демек, тангенс альфа 12-ден 5-ке тең. Ал біз білеміз, тангенс альфа мен котангенс альфаның көбейтіндісі 1-ге тең болады. Демек, 12-ден 5-ті нешеге көбейтсем 1 болады. Наоборот жазамыз, 5-тен 12-ге көбейтсем. Демек, котангенс альфа 5-тен 12-ге тең деген сөз. Так, бұл есеп түсінікті шығар, Енді мынандай бір тригонометриялық тепе теңдікті дәлелдеп көрейік. Екінші степ болсын. 1 қосылған котангенс квадрат альфа қосылған 1 бөлінген косинус квадрат альфа. Так, көбейтілген. Так, 3 синус квадрат альфа көбейтілген косинус квадрат альфа. Тең 3 дейді. Берілген тепе теңдікті дәлелдеу керек. Дәлелдеу үшін бірнеше вариантта қарауға болады. Жақшаны жеке-жеке ашып ықшамдасаңыз да болады. Біз қазір былай шығарайық. 1 қосылған котангенс квадрат альфаны қарайық. 1 қосылған котангенс квадрат альфа. Бұл бізде нені береді? Жаңағы біз тепе теңдіктерді жаздық, мына жерде. Міне. 1 қосылған котангенс квадрат альфа міне. Ол бізде 1 бөлінген синус квадрат альфаны берді, 5-ші формула. Соны қоя қояйық. Сонда міне 1 қосылған котангенс квадрат альфаны орнына қоямыз, 1 бөлінген синус квадрат альфа.
қосылған 1 бөлінген косинус квадрат альфа тұра береді. Көбейтеміз. 3 синус квадрат альфа көбейтілген косинус квадрат альфа. Тең болады, арғата шығара береміз. Так, ортақ бөлімге келтірейік. Синус квадратқа косинус квадраттан келеді. И косинус квадратқа синус квадраттан келеді. Демек, бізде бөлімі екеуінің көбейтіндісі синус квадрат альфа көбейтілген косинус квадрат альфа. Алымы 1-ді косинус квадрат альфаға көбейтем косинус квадрат альфа, қосамын. 1-ді синус квадрат альфаға көбейтем синус квадрат альфа. Көбейтілген, жақшаға алудың қажеті жоқ өзі. 3 синус квадрат альфа косинус квадрат альфа. Так. Мына жерде қарасаңыздар, міне бөлшектің бөлімінде 1 бар деген сөз, иә. Сонда міне 3 синус квадрат альфа мен 3 қалады. Синус квадрат альфа косинус квадрат альфа мен синус квадрат альфа косинус квадрат альфа кетеді. 3 қалды, өзін сақтайды. Синус квадрат альфа косинус квадрат альфаны қоссам 1-ге тең, иә. Бірінші тригонометриялық тепе-теңдік. Значит, 1 көбейтілген 3 бөлінген 1 тең болады 3. Міне, тепе-теңдік дәлелденді, иә. 3 тең болады 3-ге деген сөз. Мен жаңа ұмытып кеттім ғой. Мына бірінші мысалдың біз бірінші әдіспен қараған екенбіз ғой, иә, формуламен. Так, осының екінші әдісін шығарып жіберейін енді. Так, екінші әдісті. Так, қай жерге жазсам болады. Ну, енді астына жазайын, екінші әдіс дейін. Жаңағы бірінші мысалдың екінші әдісі. Так, бізде косинус альфа тең болады 13-тен 12 болды, иә. Так, альфа тиісті бірінші ширекке. Бірінші ширекке. Синус, тангенс, котангенс табу керек. Ну, тікбұрышты үшбұрыш сызайық. Бір сүйір бұрышын альфа деп белгілейік. Косинус альфа деген бізде іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Іргелес жатқан катеттің 12-нің гипотенузаға қатынасы, 13-ке қатынасы. Значит, бізге екінші катетті табу алу керек. Екінші катетті табу үшін гипотенузаның квадратынан бірінші катеттің квадратын азайтамын ғой, иә. Сонда 169-дан 144 азайтамын 25. Значит, бізде екінші катет 5-ке тең деген сөз, иә. Себебі мұнда 25 болса, 25 дегеніміз 5-тің квадраты ғой. Значит, екінші катет 5-ке тең деген сөз. Болды. Синус табамыз. Синус альфа тең. Синус альфаны білеміз біз. Қарсы жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы. Қарсы жатқан катет 5-ке тең, гипотенуза 13-ке тең. Альфа бірінші ширек, демек бірінші ширекте синусын плюске тең. Болды. Тангенс альфа. Или синустың косинусқа қатынасы деп қарастырсаңыз болады, немесе анықтамасы бойынша қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Қарсы жатқан катеттің іргелес жатқан катетке қатынасы. Дәл солай котангенс альфа тең. Котангенс міне іргелес жатқан катеттің қарсы жатқан катетке қатынасы. Іргелес жатқан катет 12-ке тең, қарсы жатқан катет 5-ке тең. Сонда 12-нің 5-ке қатынасы. Қай бұрышта альфа деп алдыңыз, сол бұрыш бойынша есептейсіз. Синус тапқанда мына бұрышта альфа деп, косинус тапқанда мына бұрышта альфа деп кетуге болмайды. Яғни бір бұрышта альфа деп алдық па, и төртеуіне де сол бұрышты қолданамыз. Міне, екінші әдіс ол өте жеңіл. Тікбұрышты үшбұрыш сыздық. Мына анықтаманы, бұл жерде тек анықтаманы пайдалану керек, яғни 8 сыныпта өткен анықтаманы есімізге түсіруіміз керек. Тікбұрышты үшбұрышын сүйір бұрышын синусы, сүйір бұрышын косинусы, сүйір бұрышын тангенсі, сүйір бұрышын котангенсі деген. Осы анықтаманы білсек, болды, сразу есепке қоямыз. Ал мына альфа бірінші ширекте біз бәрінің 10 сан екенін білеміз. Если үшінші ширек деп тұрса, онда міне қарсы жатқан катеттің іргелес гипотенузаға қатынасы алдына минус қоя саласыз. Бізде бірінші ширек, сондықтан бәрі де 10 сан күйінде қалады. Так. Енді тағы бір тригонометриялық тепе-теңдікті қарап жіберейік. Ол бізде мынандай есеп екен. Так, үшінші есепті. 1 қосылған синус x бөлінген косинус x-тің квадраты қосылған 1 азайтылған
синус x бөлінген косинус x-тің квадраты тең болады 2 қосылған 4 тангенс квадрат x дейді. Так, берілген тепе-теңдікті дәлелдеу керек. Оны дәлелдеу үшін жақшаларды ашамыз, я? Бөлімі бізде косинус квадрат x, алымы 1 қосылған синус x-тің квадраты. Яғни қателеспеуіміз керек, я? А қосылған v-ның квадраты бойынша ашылады. Яғни а квадрат плюс 2av плюс v квадрат деп. Сонда бізде 1 қосылған 2 синус x қосылған синус квадрат x-та. Қосылған косинус квадрат x 1 минус 2 синус x қосылған синус квадрат x. Тең болады. Бөлшектің бөлімі екеуінде де косинус квадрат x. Сондықтан косинус квадрат x. Екеуі бірдей, демек біреуін ғана жазамыз, и алымдарын қосамыз. Бірге қосам 1-ді 2. Так, плюс 2 синус x минус 2 синус x қосқан кезде 0 болып кетеді. Синус квадрат x қосамын плюс синус квадрат x. Демек плюс 2 синус квадрат x. Тең болады. Жеке-жеке бөліп тастайық. 2 бөлінген косинус квадрат x қосылған 2 синус квадрат x бөлінген косинус квадрат x. Екі бөлшектің қосындысы түрінде қайтадан жаздық, я? Сонда 2 бөлінген косинус квадрат x. Сонда 2 көбейтілген 1 бөлінген косинус квадрат x деген сөз қой. Если 2-ні 1 бөлінген косинус квадрат x-ға көбейтетін болсақ, 2 бөлінген косинус квадрат x шығады ғой. Қосылған 2 көбейтілген синус квадрат x-ті косинус квадрат x-ға бөлеміз, тангенс квадрат x. Тең болады. 2 көбейтілген 1 бөлінген косинус квадрат x деген біздің жаңағыда 5-ші формула или 6-ші формулада 1 қосылған тангенс квадрат x береді. Ол 2-ге көбейтіледі. Қосылған 2 тангенс квадрат x. Тең болады. Жақшаны ашамыз. 2-ні 1-ге көбейтем, 2-ні тангенс квадрат x-қа көбейтем. Сонда 2 қосылған 2 тангенс квадрат x. Іші қосамыз, мына 2 тангенс квадрат x-ті. Сонда 2 тангенс квадрат x-ке 2 тангенс квадрат x-ті қосам, 2 қалады. 2 қосылған 4 тангенс квадрат x. Бізде есепте дәлелдеу керек нені еді? 2 қосылған 4 тангенс квадрат x-ке тең екенін дәлелдеу керек еді. Міне біз дәлелдедік та 2 қосылған 4 тангенс квадрат x-қа тең екендігін дәлелдедік. Жалпы бүгінгі тақырып осындай. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойыңыздар. Сонда бүгін қарастырдық. Біз негізгі тригонометриялық тепе-теңдіктерді қарастырдық. Және тригонометриялық функциялардың ширектегі таңбаларын қарастырдық. Бірінші ширекте қандай таңба, екінші ширекте қандай таңба. Осындай таңбаларын қарастырдық. Так, сабақты тағы бір шолып шығыңыздар, қарап шығыңыздар. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийға қойыңыздар. Әзірге осы. Сау болыңыздар.